Айгүл екеуміз екі қыз, бір ұл тәрбиелеп отырып та, бір қыз күйеуде. Оның 4 баласы бар. 8 оқиды, 9 оқиды. 9 сол ұл мен қыз әлі үйленмейді. Алда кен ғой тойдың бәрі. Тойдың бәрі алда кен ғой. Тойдың бәрі алда. Енді қыз бен ұл үйленіп алса қалдырмаймыз деп ойлаймыз бәрімізге де. Қалмайсыздар. Қалмайсыздар. Шақырамыз. Не қылаймыз енді мынау бәріміздің де осы отбасыларыңызда аманшылық болсын. Ешқандай жаманшылық болмасын. Әрдайым осылай қуаныш тойда кездесейік. Еліміз сау болсын, аман болсын. Көзге көрген бала-шағамыз аман болсын, елдері сау болсын. Соны қызығында кездесе берейік. Қалған менен көп сөйлей алмайтын, қалған айдың көзі ретпей ой деген. Сол менің айтайын деген. Бәріңіздің де отбасыларында аманшылық болсын. Қуаныш тойға берсін. Тілегім сол. Ал айсын сен мен отыра білейін бе? Бұл айгүл енді көп сөйлейтін адам өзі. Мына енді одноклассницалар ғой, сен неше қатар отырып барда? Алдында тұрған ше? Ашық едім ба? Алдын қатарда бар. Сол кезде кім бұзық болды, кім шпалқа жасады, кім тамаққа айтсаңды жарайсың. Жігіттен біз мына күйеу балдар біз білмесек біз ауылдан кластастар қатысып жатырмыз. Мен қасымда жұмыс отқандар, мен 2 қызымен жастылар. Солар биыл маған 2014-те баяғы бұрынғы әжелеріміз айтады ғой, кемпіріп келдім деп. Бай тойға бартап келеді ғой. Сондай ол қыздар маған қойды. Ана біреу сұрап, зордан кейін осы бізге сөйлеген. Бір жыл қалып келсе шыққасын естейсің. Сөйсе қасымдар күліп жатыр. Біздің Айым папаға средадан бастап телефонға дамыл жоқ. Бұл кісі көп кемпірейді деп. Құрмат ет кейде. Мен ауылдастар біз араласып жатырмыз ғой, қашықтықта да енді қашықта Шымкент елге араласамыз деген ой бар енді. Мақтаймын ғой, 100 еркекке бергісіз, тек еркек болмай қалған деп. Сөйтіп, Несібелге болдың дейді кластасың, Несібелге болдың дейді кластасың. Ол да 100 еркекке бергісіз тіршілік істейді, молодец деп. Одан бәкен кластастар келеді, біз бәкен кластастармен үшінші болып, осына араласамыз. Сол келеді, олар қызау деп келеді. Олар бетеп қарайды, болдың дейді, ой бәкен кластас қой деймін, олар мені қызау деп айтады дейді. Мен айтсам, ойбай, мені еркетеді олар. Деп, сонымен бұл бір ғанибет қой, өзінің қатарының, мен араласқаның, бірге отырғаның, орны бөлек мен үшін, басқаны айтамын. Мен үшін ол демалыс, былайша айтқанда. Сондай, жаңа 3-ші күннен бастап телефон шырылдай бастады, ал Айым папа тентірейтін жақын хабар шықты дейді. Сондай, қазақтың жалпы сөз ғой енді, тентірейтін хабарлары, жақсы хабарлар көп болып тұр. Бәріміздің балдарымыз өсті, Құдайға шүкір, өнді, алды үйленді, әлі үйленген бойдақтар бар. Вандарында тойында болдық ауылда біз. Құрманкүл туық зорда асып соған бардық. Айымкүлдің тойына ауылда атқардық. Лизанның тойына, ауылдалардың бәрінің тойына барып жүрміз енді. Енді Құда қаласа Қазақстанның ішіндеміз ғой енді. Енді сылтаумен жер көріп, ел көріп деген сияқты бармаған Жамбылға, Шымкентке барып жүрміз енді. Астанаға барамыз деген ой бар енді. Тойға шақырса, енді Шиеліге де барамыз біз тойға айтпақшы. Кластастарға. Енді Құда қаласа, ал енді қыз орда біздің балдарымыз тойында біреуін келген жоқсың. Не шақырамыз? Қарап көріп, естімесе білмесе қақтан. Барамыз, бәке барамыз әлі. Бәке айтсамыз, барамыз. Бәке Құдай басымызды қойда қалсын. Ертең жасылық ал кластастар, мынау бір енді біраздан бері бас қосу, жолдастар бұғыласы.
Баласы. Жәке, мен қайнағым айтамын деді. Мен үлкен үріп алып. Баласы. Соны түсіндіргіші олар. Кештен бері қаншама жастығымызды еске алып, мектепте кезі еске алып жатырмыз. Ол да бір ғанибет. Мына тойымыз құтты болсын. Енді айтып жатырмыз ғой, енді 50 жылда келсек, 60 жылда келсек деп. Енді Құдай осы жұмыс жазылмай, басымыз осы бүтінгенде, сол аман есен сол 100 жылдыққа бір жетіп алайық. Мына тойда Түрлерін елестетіп көріңдірсей. Өзі қайда сөйлемесе ойламайды ме өз басым қайда мен? Қош самсырмейміз. Енді отымыздың басында әрқашан той болсын. Балдарымыздың тек жақсылығын көрейік. Қызығына тоймай рахатын көрейік. Сол көрсеткен қызықтарына бастарымызды қосып, жұмыс жазылмай қуанышты бірге бөлсек. Ыңғай есі сылтауратпай барып тұрайық, бұл да бір ғанибет. Не айтайын енді? Енді сау болсын, бала-шағамыз аман болып, бейбітшілік болып, лайым осы тойда жақсылықта кездесе берейік. Аумин. Ал, сол шалып қойыңыздар. Ал, әне, өкілі. Ұстақаныңыз бірісі, үлкен бірісі кішкенде болды. Жағалатып отырмыз қылай бұл жерге. Балаларым жетістіктеріне мен қуаныштымын. Мен әр уақытта бірге болып отырсам, естіп отырмыз деп ме? Иә. Естіп отыр. Алло. Қалай деп отыр? Yani siz bir kapsı yana. Gelip тұрып Бүк бөлі естіп отыр. Қалайында ары қарай жақсы жарамдасты бүгінгі той турына келіп жайғасқан ақтілеген арқалап келген Нағима апамызбен Медетбай ағамызға берсек деген ниетіміз бар. Жақсы тілектеріңізді ыстық бастарыңызды жеткізіңіздер. Демалысқа кетіп қалдым. Одан қалды достарымызды еске алып, алыста келіп жатыр деп шақырған кісілерге де мынау достарымызға рахмет. Енді өмірде бәріміз бақытты болайық, деніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын. Қайда жүрсек те әйтеуір осы тереңіздің табанында туып, өсіп, бір мектепте оқыдық, бірақ енді жан-жаққа кеттік қой енді. Бір Қазақстанның іші, қайда жүрсек те аман болып, деніміз сау болып, өсіріп жатқан бала-шағамыздың рахатын, қызығын көріп, әлі де той көп екен, сол тойға шақырайық, барайық, бармайық, барсақ барамыз, бармасақ қалармыз, шақырайық, ретін табамыз, барамыз десе болса да. Осы дастархан әрдайым жақсылыққа тойға жайылсын, ауызбіршілігіміз мол болсын. Енді мен ойлап отырмын, біздің достарымыз шын достар екен енді. Бағана Роза айтқандай біз көп жақсы тәрбие алдық дегендей, соның нәтижесі көрініп жатыр. Ауызбіршілігіміз мол болсын, жақсылықта тойда кездесе берейік. Аумин. Ол шақырғаннан кейін бару керек қой. Барайық па, бармайық па деген болмайды. Жағдайына байланысты барады ғой. Сол момент болмаса кейін барамыз. Негізі бару керек. Жаймен? Ал ағайындар. Браво. 40 жыл мына мектеп түзген қойдан құтты болсын. Бәшелер. Айна, сен бейсілігін тұрсың. Аязда. Мен,
Vay bak. Şalvarda sıfıradı. Aynen tamadı. Aynen baktı. Bana bir tamadı geldi. Bir gitmiş. Sonra mikrofonda bir kaçıp gitti. Sonra mikrofonda gelip Prastoyu verip ben öz Karadoğu'da iyi kişiler var bana ayıpmış lan. Öz aynen öyle. O tamamını kuvayı versin. Sonra tüsbekten ayıpmış bol sonra bastı. O serilik mandayı tamam olsun. Bizge yekti. Tamada. Tamam sındırıp alınca bakan bu. Yerde nasıl yapıyorsa. Ya. Aynen öyle kızlar. Ya bravo. Kırgızlık toyların belgeleri tuttu olsun. Hani hiç kimse bir 40 yıl mekteptirip aslında erkeğim ol, kasetçi ol, 30'da yaşında. Bravo.